Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, мен швед ғалымы Сванте Арениуспын. Мен қышқылдар мен негіздерді зерттеген ғалымдардың бірімін. Мен өз зерттеулерімде негіздердің суда еріген кезде ерекше бөлшек гидроксид ионын түзетінін анықтадым. Осы жаңалығым арқылы химия ғылымында жаңа түсінік қалыптасты. Маған дейін бұл бағытта Роберт Бойль қышқылдар мен негіздердің айырмашылығын зерттеген. Ал кейін Йоханнес Бринстед пен Томас Лоури бұл теорияны одан әрі дамытты. Негіздердің негізгі қасиеттеріне тоқталсақ, олар суда ерігенде гидроксид ионын түзеді, индикаторлардың түсін өзгертеді және қышқылдармен әрекеттеседі. Мысалы, натрий гидроксиді тұз қышқылымен әрекеттескенде натрий хлоридімен су түзіледі. Бұл реакция былай оқылады: натрий гидроксиді қосу тұз қышқылы тең натрий хлориді қосу су. Тағы бір мысал, кальций гидроксиді көмірқышқыл газымен әрекеттескенде кальций карбонатымен су түзіледі. Енді ойланып көрейік, біз бұл білімді өмірде қайда қолданамыз? Негіздер күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылады. Сабын мен жуғыш заттардың құрамында, медицинада, ауыл шаруашылығында және өндірісте. Мысалы, сілтілік заттар майды ерітіп тазалауға көмектеседі. Сондықтан ас үйде қолданылатын тазартқыш заттардың көпшілігі негіздерге жатады. Қорытындылай келе, негіздердің қасиеттерін білу химияны ғана емес, күнделікті өмірді де дұрыс түсінуге көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.